Hello students, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 3-ші сынып People's Book кітабындағы Water Everywhere тарауын бастайтын боламыз. Бүгін бізде оқушылар 94 және 95 беттегі тақырып rain, яғни жаңбыр деген тақырып, және де Activity Book'тағы тапсырманы орындайтын боламыз 70 беттегі. Бірінші орындайтын жаттығымыз оқушылар Exercise number 1. Look at the picture. Is it rainy or is it sunny or rainy дейді. What kind of weather do you like? Бірінші жаттығуда былай деген оқушылар. Суретке назар аудар. Бұл яғни 94-ші беттегі суретке ол күн шуақты ауа райы ма немесе жаңбырлы ма деген, sunny деген күн шығып тұр деген, rainy яғни жаңбырлы. Және де қандай ауа райын ұнатасың деген. Ол суретте оқушылар, яғни 94-ші суретте жаңбыр жауып тұрған ауа райы көрсетіліп тұр, яғни it's rainy деп жазамыз. Және де қандай ауа райын ұнатасыздар? Мысалға, мен қар жауып тұрған ауа райын ұнатамын. I like snowy деп жазсаңыздар болады. Енді оқушылар exercise number 2 екінші жаттығуға назар аударайық. Which of these do you need when it's rainy дейді. Мына суреттегі заттардың қайсысы жаңбыр жауған кезде қажет дейді. Put a tick or a cross, then say. Яғни қажет болса дұрыс деген белгіні қоямыз, қажет емес болса X деген белгіні қойып шығуымыз қажет. Then say дейді. Одан кейін айт дейді. Астында оқушылар сөйлем құрастыр деген, сол сөйлемдерді құрастырамыз. Осы суреттерге қарап. Бірінші бізде boots. Boots бізде жаңбыр жауған кезде қажет, ол етік. Астында бірінші сөйлемде жазып қойған I need boots when it's rainy деген, яғни маған жаңбыр жауған кезде етік қажет деген. Екінші сөйлемде I don't need sandals, маған сандали қажет емес деген. Екі сөйлемді құрған. Енді үшінші бізде shorts. Shorts қажет пе? Жаңбыр жауған кезде жоқ, қажет емес. Яғни біз I don't need shorts деп жазамыз. Маған яғни шорты қажет емес деген жаңбыр жауған кезде. Төртінші umbrella, қолшатыр. Ол бізге керек қой. Оны біз былай жазамыз. I need umbrella when it's rainy. Маған қолшатыр қажет жаңбыр жауған кезде. Бесінші raincoat. Ол бізге керек қой оқушылар, яғни жаңбыр жауған кезде киетін плащ, күртеше. I need a raincoat when it's rainy деп жазамыз. Алтыншы t-shirt. Футболка, яғни біз жаңбыр жауып тұрған кезде құр футболканың өзімен жүре алмаймыз ғой, сондықтан да ол қажет емес. I don't need t-shirt деп жазамыз. Exercise number 3. Craftwork experiment. How much does it rain in a week? In groups, make and measure дейді. Бұл жерде оқушылар эксперимент жасап көр деген, яғни тәжірибе. Бұл жерде этаптарын жазып қойған, яғни 4 бөліктен тұрады. Сенің яғни бір аптада қанша жауын жабатынын біз анықтауымыз қажет. Яғни сантиметрмен көріп тұрғандарыңыздай. Яғни in groups, make and measure дейді. Топта жасап өлшеңіздер деген. Step 1, бірінші қадам біздің жасайтынымыз take a big plastic bottle деген. Яғни бір бөтелке, яғни бір пластик бөтелкені ал деген, үлкенін. Step 2, екінші қадам cut the top off about 10 centimeters down and place it on the open end of the bottle деген. Яғни бөтелкенің қақ ортасынан кесіңдер деген, 10 сантиметр астында қалу қажет, яғни бөтелкенің асты жағында, және де оны ашық қалдыру қажет деген. Үшінші қадам use a marker to put centimeter marks on the side of the bottle деген. Яғни бұл жерде оқушылар сантиметрлерін біз қойып жазуымыз қажет. Яғни маркерді қолдан деген, сантиметрлерін астына қарай жазу үшін. Төртінші қадам step 4, measure how much it rains every day for a week. Яғни оқушылар бір аптада күніне қанша жауын жауатын өлше деген. Мысалға астында Monday 4 centimeters деген, яғни дүйсенбі күні 4 сантиметр жауын жауған екен. Солай әр күннің қанша жауын жауғанын өлшеп өздеріңіз тәжірибе жасап көрсеңіздер болады.
So peoples open your activity book at page number 70. Оқушылар 70-ші беттегі, яғни activity book'тың 70-ші бетін ашыңыздар. Exercise number 1. Бірінші жаттығуды бірге орындайық. Look and read, write yes or no деген. Қара және оқы және yes немесе no деп жауап бер деген. Оқушылар бұл суретке қарап, астындағы сөйлемдер егер дұрыс болса yes деп жауап береміз, қате болса no деп жауап береміз. Бірінші сөйлем бізде it's raining деген, яғни жаңбыр жауып тұр деген бұл суретте. Олай емес қой, no деп жауап береміз. Бұл жерде жазылып тұр, көріп тұрғандарыңыздай біріншісі. Екінші, a dog has got a starfish деген. Итте теңіз жұлдызы бар деген. Шынымен көріп тұрғандарыңыздай суретте итте аузында, яғни теңіз жұлдызы бар, yes деп жауап береміз екіншісіне. Үшінші, there are two children in the sea. Теңізде екі бала бар деген. Теңізде тек қана екі бала бар емес қой оқушылар, яғни no деп жауап береміз. Төртінші, the boy in the boat is wearing a raincoat дейді. Яғни қайықтағы бала не киіп алған дейді? Жаңбырына киетін плашты киіп алған, күртешең киіп алған дейді. Жоқ, ондай киіп алмаған қайықтағы бала, no деп жауап береміз. Оғанда бесінші, the girl in the boat is eating an ice cream дейді. Қайықтағы қыз ice cream, яғни балмұздақ жеп тұр дейді. Иә, шынымен балмұздақ жеп тұр ол қыз, яғни yes деп жауап береміз. Алтыншы, the man is wearing a green t-shirt дейді. Яғни кісі, ол жердегі үлкен кісі, яғни жасыл футболка киіп алған дейді. Иә, суретте көріп тұрғандарыңыздай, жасыл футболка киіп алған кісі бар, yes деп жауап береміз. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. So, see you next lesson. Келесі сабақта кездескенше. Goodbye, students.